Сәлем достар, бүгін сендермен мен Асхаттың Мұқасан, және бұл менің алғашқы сабағым. Сендерге көрсететін сабағым бұл қалай сайт жасау. Ал енді бастайық. Ең бірінші бізге usos.ru деген сайт керек, соған кіреміз. Сосын сөздік сайттан басамыз. Әрине сендерге керек ең бірінші e-mail, пароль. Ол мына жерде өздеріңіз e-mailдарыңыз бен парольдеріңізді продолжить басасыз. Бұл тіркелетін жер, ал менде қазір тіркеліп қойған, сондықтан да YT сервис болып басам кіре береді. Ал енді осы жерден өзіңізге домен таңдап аласыз. Керек домендеріңізді, ұнаған домен, өзіңіз білесіз, маған ұнайтын usos.ru. Мен болған сайтқа тест тексеріп көремін жай ғана. Сосын енді ашайық. Сосын сауыз етемін, создать сайт басамыз. Міне біздің сайтымыз ашылды. Енді перейти в панель управления. Сосын да өзіңіз білесіз, мысалы мұнда жазғыңыз келсе, мұнда кебесіне YouTube, Google деп жазып қоясыңыз. Сонымен жазып қоясың жер тесті. Енді дизайн таңдап аламыз. Қай деген дизайн таңдайсыз. Мұнда көп дизайн бар. Осы дизайн 265, 268 деген бәлкім. Соның біреуін таңдап аласыз. Керек біреуін. Сонымен оны таңдасай. Әрине мұнда қазақша әріпнелер болмайды. Сияз. Сондықтан да тіл болмағасын мұнда модульдар болады. Форум керек, өзіңіз мысалы сіздің неңізде сайтыңызда фото-альбом болуы мүмкін, жаңалық сайты, кассет, книга, каталог файл, блог, опросы, ең керек емес көп қолданбайтын интернет-магазин және почта форма. Продолжить басамыз. Міне біздің сайтымыз ашылды. Енді мен сіздерге көрсетейін қалай болып көрінетінін. Міне. Мұнда бәрі ашылды уже. Көріп тұрғаныңыздай. Осымен бүгінгі сабағым аяқталды. Келесі сабақта сіздерге көрсететінім қалай фото, музыка жіберетіндерді көрсетемін. Осымен сау саламатта болыңыздар. Қош сау болыңыз.